Қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіз. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бананды жақсы көретіндер үшін өте керемет торт. Бүгін бананды торттың жасалу жолын көрсететін боламын. Бізге керекті заттарды алдымен дайындап аламыз. Бананымызды шанышқының көмегімен жақсылап езіп аламыз. Ең алдымен жұмыртқамызды, қойытылған сүтімізді, жаңағы езіп алған бананымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Енді какаомызды, ұнымызды және қопсытқышымызды барлығын бірге араластырып, осылай електен өткізіп аламыз. Енді дайын болған соң, осылай форманың көмегімен осылай дайындап аламыз. Енді осыған 2 немесе 3 қасықтан осылай салып пісіріп аламыз. 180 градуста 5 минутта пісіп қалады коржымыз. Сол үшін қарап отырыңыздар. Корждарымды пісіріп алдым. 5 корж шықты. Енді осыған крем дайындайтын боламыз. Сливке қоссаңыздар да болады. Кремнен, бірақ мен өзім қайнатпалы крем жасай салдым. Қайнатпалы крем жасау үшін ең алдымен осылай жұмыртқа мен шекерімізді жақсылап араластырып аламыз. Сосын крахмалымызды да салып аламыз. Мен крахмалдан кукурузды крахмалды қостым. Картоп крахмалын да қоссаңыздар болады. Ол болмаса, кәдімгі ұнды да қоссаңыздар бола береді. Енді кішкене ванилин қосып жібереміз. Енді сүтімізді ысытып аламыз, қайнатпаймыз. Қайнауға кішкене қалған кезде осылай жаңағы қоспамызға қосып аламыз, себебі жұмыртқамыз пісіп кетпеу керек. Енді бұны жақсылап араластырып аламыз. Енді араластырып болған соң сүтімізге құямыз. Кішкене баяу отта осылай жақсылап араластырып тұрамыз, себебі асты жабысып қалмауы керек. Және сармай салып жібереміз. Енді жақсылап астын араластырып тұрамыз, қою болғанша. Астын осылай міндетті түрде араластырып тұрыңыздар, себебі жабысып қалуы мүмкін. Осылай қою болған кезде өшіреміз. Енді басқа ыдысқа құйып, осылай суытып аламыз, бетін жауып қоямыз, беті қатып қалмас үшін. Пищевой пленкамен. Енді креміміз дайын болған соң, корждарымызға жағып шығамыз. Ертіп алған шоколадымызды бетіне құямыз. Енді сәндеуін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен жаңғақты сеуіп шықтым.
Тортымыз дайын. Бананды жақсы көретіндер үшін өте керемет торт. Сіздер де жасап көріңіздер. Негізінен холодильникке 1-2 сағатқа қойып алғандарыңыз дұрыс. Ал мен асығыс болғандықтан осылай кесіп тастадым. Өте дәмді шықты. Назарларыңызға рахмет. Соңына дейін көргендеріңіз үшін сіздермен болған Әйгерім Болысбек.